Қаларыңыз қалайсыздар? Мен бүгін сырный шарик пен сырные палочки жасадым. Менің өз көп болды, шықпағалы. Енді жасауға кірісейік. Ол үшін мен бірінші картошканы жақсылап тұрып суға пісіріп алдым. Одан кейін осылай вилкамен толшонка жасап алдым. Толшонка жасаған картошкамның үстіне бір жұмыртқа, бір қасық крахмал, тұз, бұрыш салып, ұн қосып араластырып, жақсылап тұрып тесто жасадым. Тесто кішкене қолға жабысатын болады, ештеңке етпейді. Оған ұн, қолдарыңызды ұн қылып алып жасап алсаңыздар болады. Одан кейін сырымды алып, жақсылап тұрып 4-1 қылып турап алдым да. Дайын болған картошкамызды аламыз да, оны қолға ыңғайлы алып аламыз. Одан кейін оның ортасына сырымызды салып, одан кейін бірінші жұмыртқаға, одан кейін кептірілген сухарға орнатып аламыз да. Одан кейін бөлек ыдысқа бір тізіп қойып аламыз. Одан кейін оны 1 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Оның қалған тестоны аламыз да, оны оқтаумен жайып, ұзын шағып кесіп аламыз да. Одан кейін оны да холодильникте тұрған 1 сағатта тұрған сырный шаригімізді алып, ұзын шағып тұрған палочкамызды алып, майға қызып тұрған майға орнатып, қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.